Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге меренговый рулеттің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Меренговый рулетті дайындау үшін бізге 5 жұмыртқа қажет. С1 категориялы ақуызынан сарыуызын ажыратып аламыз. Сарыуыздың ақуызға араласып кетпеуін мұқият қадағалаңыздар, немесе осындай жеке бір ыдысқа ақуызды жинап алсаңыздар болады. Жиналған ақуыздың үстіне бір шымшым тұзды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап араластырып бастаймыз. Алғашқы көбіктер пайда бола бастаған кезде лимон шырынын қосып жібереміз. Араласып жатқан ақуыздың үстіне қантымызды бірден қосамыз және де миксерді тоқтатпай араластыра береміз. Ақуыз өте тығыз масса болғанға дейін араластырамыз. Бізге дәл осындай өте тығыз масса қажет. Дайын болған меренганы кондитерлік қапқа сала отырып пайдаланамыз. Противенге пергамент қағазын төсей отырып, меренгамызды жайып шығамыз. Меренговый рулетті қызып тұрған пеште 150 градуста конвекциямен пісіріп аламыз. 20-25 минутта біздің рулетіміз дайын болады. Рулеттің бетінде корочка пайда болғанға дейін пісіреміз. Егерде қолыңызбен басып көрген кезде корочка пайда болып сынатын болса, бұл сіздің меренгаңыздың пісті деген сөз. Дайын болған рулетімізді пергамент қағазынан ажыратамыз. Астына екінші бір пергамент қағазын төсей отырып, толығымен суытамыз. Енді рулеттің арасына жағатын кремімізді дайындаймыз. Суық сливкидің үстіне бірден қантымызды саламыз да миксердің көмегімен араластырамыз. Қант толығымен ерігеннен кейін массамыздың үстіне творожный сырымызды қосамыз және де тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Творожный сырды қосқаннан кейін крем қоюланып дайын бола бастайды. Осы дайын болған кремді екіге бөліп аламын. Жартысын рулеттің ортасына саламын, жартысын рулеттің бетін әсемдеуге алып қаламын. Кремді толығымен жағып болғаннан кейін рулетімізді орай бастаймыз. Егерде рулетіңіз сынып жатса, одан еш қорықпаңыздар. 2 сағатқа толық крем сіңгенше қойып қоямыз. 2 сағаттай тоңазытқышта тұрған рулетті өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Клубника, малина қолдансаңыздар да өте әдемі көрінеді. Міне менің рулетім толығымен дайын болды. Егерде рецепт ұнап жатса, онда жасап көріңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.